көңіл күй сыйлау мақсатында алдымен біз көңіл күйімізді жақсартып алайық, иә? Ал бірінші топ тұра қалыңыздар. Мен әр көгершінді басқан сайын, сендер сол жерде отыра беріңдер. Әр көгершінді басқан сайын, сендер достарыңа бір тілектен айтып отырыңдар, иә? Ал, тұрамыз. Сабақты керемет көңіл күйінен бастайық. Жақсы тілектер айтып, көгершінді ұшырайық. Ал, Санжар. Сабағында 5 оқы. Ауырмай жүре бер. Тәртіпті бол. Сабағында 2 оқыма. Спортқа қатысып, жақсы оқы. Өмір бойың бақытты болып өтсін. Ақылды бол. Ауырма. Сабағында 5 оқы. Көңіл күйің жақсы болсын. Денсаулығың мықты болсын. Өмірлерің бақыт болсын. Ата-анаң ауырмай бақытты бол. Сабағында 5 оқы. Ақылды жүр. Көңіл күйіміз жақсарып қалды ма? Ал, олай болса сабағымызды бастайық. Балалар, біз өткен сабақта қандай тақырып өттік? Зәр шығару жүйесі. Зәр шығару жүйесі. Зәр шығару жүйесін кішкене есімізге түсіріп алайық, иә? Бізде қазір Kahoot приложениесі арқылы мына жерде QR код берілген. Кімде ұялы телефоны болса, осы жерде сканерлеп тапсыруымызға болады. Әр топта бір телефоннан бар ғой деймін, иә? Ал, жылдамдатайық. Сканерлеп алайық. Сол жақтан отырған жерімізден болады. Адам ағзасындағы зәр шығару жүйесінің негізгі мүшесі қайсы дейді, иә? Бүйрек. Тұрып жауап береміз. Нұрмұрат? Бүйрек. Бүйрек. Ал. Жақсы. Келесі тапсырма. Бүйрек адам ағзасында қай жерде орналасқан? Ал? Бел тұсында дейді. Дұрыс па? Келісіп отырық па? Ал. Келесі. Зәр шығару жүйесіне қай мүше жатпайды дейді. Арлан. Мұса. Өкпе дейді. Дұрыс. Қуықтың негізгі қызметі қандай? Қан айналымын реттеу. Зәр сақтау және шығару дейді. Бірінші топ белсенді болып жатыр. Келесі, бүйрек қаннан қандай заттарды сүзеді? Зиянды заттар мен артық суды. Зиянды заттар мен артық суды дейді. Дұрыс па? Келсеміз ба? Келесі. Зәр шығару жүйесі қандай жүйемен тығыз байланысты? Зәр шығару жүйесі қандай жүйемен тығыз байланысты? Қан айналу жүйесімен. Қан айналу жүйесімен дейді. Нұрмұрат. Белсенді болып жатыр. Жарайсың. Бүйрек неше бөліктен тұрады? Нұрас.
Асыл жауап берші кәне. 1 дейді, 2, 3, 4 дейді. 2 дұрыс айтасың. Тамаша. Ал, дұрыс екен, не жауабы? Зәр қандай жолмен сыртқа шығарылады? Қуық арқылы. Басқаларға да айтуымызға кішкене уақыт берейік, я? Айша, атсалысамыз. Бүйрекке зиян келтіретін факторды таңдаңыз. Темекі шегу. Зәр шығару жүйесінің бұзылуы қандай ауруға әкелуі мүмкін дейді. Нефрит. Тамаша. Ең жоғары бал жинадық, я? Тамаша, жақсы, белсенді қатысып отырдық. Бөлініп, өз тобымызға отырайық, я? Ал, тамаша, үшінші топ. Бара ғой, Асқар, өз тобына бара ғой. Бара ғой. Арман. Санжар. Жоғары. Бара ғой. Болды. Жақсы. Тамаша. Ал топқа бөлініп алдық, балалар. Келесі біздегі. Ал балалар топқа бөлініп алған болсақ, келесі жаңа тақырыбын ашу үшін сендерді назарларыңды мұнда қарауды өтінемін. Мұнда бізге әртүрлі сұрақтар қойылған. Сол сұрақтарға жауап беретін болсақ, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ашылады екен, Адам денесі сыртқы әсерге қалай жауап береді? Бірінші. Адам денесі сыртқы әсерге жүйке жүйесі арқылы жауап береді. Тамаша. Дұрыс па, балалар? Қошеметтеп отырамыз. Келесі екінші жапырақты ашып көрейік. Зәр шығару. Зәр шығару жүйесінде ақпаратты жеткізетін қандай мүшелер болды? Зәр шығару ақпаратты жеткізетін жүйке талшықтары жұмыс істейді. Тамаша, жақсы. Келесі, адам денесіндегі барлық жүйелер қалай байланысады? Кім айтады? Қол көтеріп. Адам денесіндегі барлық жүйелер қалай байланысады? Арман айтады. Адам денесіндегі барлық жүйкелер арқылы байланысады. Тамаша, жүйке жүйесі арқылы байланысады екен, Біз тыныс алу жүйесін оқығанда ми қандай рөл атқарды? Тыныс алуды автоматты түрде дем алу, дем шығару, факторға қатысады екен, Жақсы. Жақсы, Миржан. Бұрын біз қандай дене мүшелерінің қызметін зерттедік? Бұрын біз зәр шығару мүшесін зерттедік. Тамаша, зәр шығару жүйесін зерттедік, Жақсы. Бұрынғы сабақта біз қандай сигналдар туралы айттық? Вирустық сигналдар зәр шығару процесіне көмектеседі. Тамаша, келісеміз ба, балалар? Ал бүгінгі сабағымыздың тақырыбы
жүйке жүйесі қалай жұмыс істейді екен, иә? Бүгінгі сабағымыздың мақсаты адам жүйке жүйесі мүшелерімен танысу, жүйке жүйесінің қызметін анықтау екен. Ал балалар, олай болса, оқулығымыздағы жүйке жүйесі бөліміне назар салайық, иә? 10-шы сабақ жүйке жүйесі қалай жұмыс істейді тақырыбын аша қояйық. Сендерге қазір біздің денеміз бәрін назар аударып тыңдайық. ойлап көрдің бе? Қолымыз қимылдайды, көзіміз көреді, жүрегіміз соғады. Мұның бәрін кім басқарып отыр екен? Бұл біздің миымыз. Ол басты басқарушы орталық. Мидан бүкіл денемізге жүйке талшықтары арқылы хабарлар жіберіледі. Яғни ми денемізге бұйрық береді, ал дене сол бұйрықты орындайды. Мысалы, қолымыз ыстық нәрсеге тисе, жүйке арқылы миға бірден ыстық деген белгі барады. Ми оны қабылдап дереу қолды тарт деп бұйрық береді. Міне, осылайша жүйке жүйесі бізді қорғайды. Жүйке жүйесі миллиондаған нейрондардан тұрады. Нейрондар бір-бірімен жарық ұшқындары арқылы байланысып, ақпаратты көз ілеспес жылдамдықпен жеткізеді. Көрдің бе, ми мен жүйке жүйесі болмаса, біз ештеңені сезе де қимылдай да алмаймыз. Сондықтан жүйке жүйесі біздің денеміздің ең маңызды бөлігі. Ол нағыз басқарушы орталық. Ал балалар, түсінікті болды ма? Түсінікті болса, қазіргі тапсырмаларға қараймыз, иә? Оқулықта әр суретке мұқият қара. Эврика неге тоқтады? Оның басында қандай ой болуы мүмкін? Бірінші суретке назар аударайық. Эврика не үшін тоқтады? Мұса? Алдында қауіпсіздік бар екенін біліп тоқтады. Қауіптің бар екенін, иә? Қауіптің бар екенін біліп тоқтап қалды, иә? Яғни, құбырдың қақпағы ашық тұрғанын көріп тұр, иә? Ал қандай мүшесі арқылы көрді? Көз мүшесі арқылы көріп тұр, иә? Екінші суреттегі балалар не сезінді? Санжар? Өйткені балапандарын секіріп секірді, бірақ қаз балапандарын құтқарып кетілер, әйтпесе шығып алам деп қанатын жайды. Балалар қандай күйде болды? Қорқыныш күйде болды, иә? Балалар не істеді сосын? Сосын қашып кетті. Иә, артқа шегініп, қашып кетті. Бұл қандай сезім? Қорқыныш, үрей сезімі болды. Тамаша. Бейне сабақты көріп болдық, иә? Одан соң түсіндіру жұмысын жасап болдық. Енді сипаттау әдісі бойынша, қазір сендерге тапсырма беремін. Сипаттау әдісі бойынша суреттегі затқа, кестеге қарап, оның осында сурет тұрады, оның дәмін, пішінін, иісін сипаттап жазасыңдар, иә? Содан кейін оны қай сезім мүшесі арқылы біз сезгенімізді жазамыз. Тапсырма түсінікті ма? Кестеде сурет тұр. Кейбіреулерімізге пияз түсуі мүмкін, кейбіреуімізге алма түсуі мүмкін, иә?
қандай сурет түсті? Лимон, дәмі қышқыл, пішіні дөңгелек, иісі қышқыл, қай сезім мүшемен, мұрын мен ауыз, түсі сары. Дұрыс. Жақсы. Сен лимонды тілің арқылы сездің ба? Жақсы, отыра ғой. Қарғым. Ал, Асқар айта ғой. Заттың суреті шабдалы, дәмі тәтті, пішіні дөңгелек, иісі өте тамаша. Қай сезім мүшесі арқылы сездің? Мұрын немесе тіл? Мұрын және тіл, мұрнымызбен қош иісті екенін сезіп тұрмыз, дәмін сезіп тұрмыз тілімізбен, тамаша. Жақсы, отыра ғой. Ал, Айша. Заттың суреті пияз. Пияз дейді. О, Айшаға. Дәмі қандай ащы, пішіні қандай дөңгелек, иісі қандай тұзды. Иісі тұзды ма? Иісі қандай? Иіс келген кезімізде қандай болады пияздың? Ащы. Жақсы. Қай сезім мүшелер арқылы сезім? Мұрын арқылы, тіл арқылы. Мұрын арқылы оның ащы екенін сезіп жатсың, ал тілің арқылы оны жей аласың ба? Жей алмайсың, не құр өзің. Жесек не істейсің? Тілің ащы болып қалады, тамаша. Ал, келесі, Мейіржан. Заттың суреті лимон, дәмі қышқыл, пішіні дөңгелек, иісі қышқыл. Қай сезім мүшесі арқылы сездің? Мұрын және тіл арқылы. Дәмі қышқыл екені дұрыс, иісін сезген кезінде оны қышқыл ма? Иісі хош иісті емес пе? Әдемі лимонның иісі, дұрыс па? Тамаша, жақсы. Қарғым. Ал, сен айта ғой. Заттың суреті шие, дәмі тәтті, пішіні дөңгелек, иісі хош иісті. Қай сезім мүшесі арқылы сездің? Тіл және мұрын. Тамаша. Ал, Бекнұр. Заттың суреті киви, дәмі қандай тәтті, пішіні қандай дөңгелек, иісі қандай хош иісті. Қай сезім мүшесі арқылы сездің? Мұрын және тіл. Тамаша. Ал, дұрыс айтасыңдар балалар, барлығын тапсырманы жақсы орындарсыңдар. Енді осы иіс сезуіміз бар, дәм сезуіміз бар, көру мүшеміз бар, сипат сезу мүшеміз бар. Осы сезім мүшелерінің барлығы не басқарып жатыр? Жүйке жүйесі басқарып жатыр. Дұрыс айтасың, Асқар, жүйке жүйесі басқарып жатыр. Осы рецепторлардың барлығын бізде жүйке жүйесі басқарады екен. Отыра қойсақ. Дұрыс айтасыңдар. Енді жүйке жүйесіне нелер жатады балалар? Қалай ойлайсыңдар? Ми, жүйкелер, жұлын. Тамаша Арман. Ми, жұлын, сосын жүйкелер дедік, Бізде мына жерде суретін көрсетіп қойдық. Ми, жұлын, жүйкелер. Ми біздің бас сауытымыздың ішінде орналасқанын біз білеміз, балалар? Ал омыртқа жотасының ішінде өзінде бізде жұлын орналасқан екен, балалар? Ал жүйкелер сол жұлыннан тарап бүкіл денемізге тарап барлық біздің қимылдарымызға жауап беріп отырады екен, ойлау, іс-қимыл, дәм сезу, жүрек қағысы, дем алу, осылардың барлығына балалар жүйке жүйесінің қатысы орасан зор екен. Тамаша. Олай болса, келесі тапсырмаға өтейік. Бір карточкадан беремін.
Содан кейін оны қай сезім мүшесі арқылы сезгеніңді кестеге жазамыз. Мұнда бізде дескриптор берілген. Дәмін, пішінін, иісін жазуға 1 балл, тиісті мүшені атайды 1 балл. Ақпарат сезім мүшесіне миға баратынын түсінеді, тағы да 1 балл қосылады. Ал жылдамдатып тез-тез жазайық. Кім дайын? Ал, келе болыңдар, бірінші топ. Бізге қандай тапсырма берілді? Жұптық жұмыста ойла және түсіндір әдісі бойынша суреттегі сезім мүшелерінің тұсына қалай жұмыс істейтінін жазу керек болатын, не? Ал, Арман, айта ғой. Орталығы бүкіл ағза жұмысы реттейді. Қозғалысты басқару, дене қимылдарын үйлестіреді. Сезім мүшелерінің ақпарат қабылдау, көру, есту, иіс, дәм, сезім мәліметтерін өңдейді. Олай есте сақтау, қиял танымдық процестерді жүзеге асырады. Сөйлеу, тіл шығару, сыну, эмоциялары. Жақсы. Отыра ғой. Келесі. Ал. Үшінші топ дайын ба? Келе ғой. Ясына. Кел. Мұса. Жолымды айтамыз, е? Келесі жолым. Ал. Байланыстырушы қызмет. Қызмет ми мен дене мүшелері арасындағы ақпаратты жеткізеді. Рефлекстік қызмет тез жауап беретін қарапайым қозғалыстарды басқарады. Мысалы, қол кесе дереу тарту. Жұлын ми мен денені байланыстырады және рефлекстерді басқарады. Тамаша. Тамаша жауап берді. Жақсы, отыра қойыңдар. Ал, үшінші топ. Келесі. Екінші топ. Дайынбыз ба? Ал, кел. Жолының қызметі байланыстырушы қызмет ми мен дене мүшелерінің арасындағы ақпарат жеткізеді. Рефлекстік қызмет тез жауап беретін қарапайым қозғалыстырады, е? Жақсы, тамаша. Отыра ғой. Жүйкелер ми мен дене арасындағы ақпаратты жеткізетін және қимыл мен сезімді басқаратын өткізгіштер. Өткізгіштер. Тамаша. Жарайсыңдар, бір-біріне қошемет етіп отырайық. Ал, отыра қойыңдар. Өз ұпайларымызды қарап отырайық. Келесі оқушылар ортымыздан тұрайық. Бір сергіп алайық, барлығымыз бері қараймыз. Барлығымыз қалтамыздан қолымыз шығарамыз. Бір сергіп алайық. Барлығымыз әдемі.
келесі тапсырма топтық жұмыс мен зерттеушімін әдісі. Қазір көздеріміз байланады. Біз зерттеу әдісін жасаймыз. Көздеріміз байлаулы тұрған кезде дәм сезу мүшесі көзі жұмған кезде қандай дәм екенін табады. Ал екінші топ иіс сезу мүшесі. Яғни екінші топ көздері жұмық күйде қандай иіс екенін табу керек. Ал үшінші топ сипап сезу мүшесі. Яғни бұл жерде не істейміз? Қолымызбен сипап қандай зат екенін табуымыз қажет. Көзімізді ашпаймыз, Ал балалар, мына жерден ақырын ғана төгіп алмастан, қазір мен сендерге көмектесемін. Көзіміз байлаулы тұр. Біреуден беремін. Әрқайсымыз ақырын аузымыздың ұшын тегізіп, дәмін сезесіңдер, жарай ма? Қолымызбен ұстамаймыз. Ал, Нұрмұрат. Андай дәмі қышқыл. Дәмі қышқыл дейді. Лимонный су. Лимон қосылған су дейді. Ал Санжар, кішкене. Қара бұрыш қосылған су. Ащы, Келесі. Қолымызды тегізіп қоймайық. Мына жерде су төгіліп кетпесін деп сендерге жеке беріп жатырмын. Негізі бұны өздерін орындауымыз керек, Карина, ал. Қандай су деп ойлайсың? Қандай? Дауыстап айтамыз. Дәмі тәтті екен, Дәмі тәтті екен. Ал келесі. Арман. Ал. Тұз қосылған су. Яғни дәмі қандай? Қышқыл ма? Дәмі? Тұзды. Келесі. Бізде Азиз. Шай. Обычный су. Кәдімгі су. Ол қандай еді? Кәдімгі суымыз бізде? Қандай? Дәмі бар ма? Дәмі жоқ. Тұщы су, яғни таза тұщы су, бізде күнделікті қолданып жатқан Суымыз. тұтынатын суымыз екен, ішіп жүрген. Ал көзімізді аша қояйық. Міне сендердің эксперимент жасаған Нұрмұрат, дұрыс айттың. Бұл жерде бізде Лимон. Яғни лимон қосылған су. Дәмі қандай екен? Қышқыл. Алып тастай қой. Карина. Тәтті болды. Су тәтті. Санжар. Ащы болды. Тұзды. Тұзды болды ғой сен. Тұщы су Азизде болды. Тамаша. Ал енді осы қандай сезім мүшесі арқылы сездік? Тіл. Тіл.
яғни Дәм сезу мүше. дәм сезу мүшесі ол бізде тіл екен, иә? Жарайсың. Ал дәм сезу мүшесінің қызметі кім айтады маған? Мен. Дәм сезу мүшесі. Ал Санжар айта ғой. Дәм сезу мүшесі тіл. Дәм сезу мүшесі. Дәм сезу мүшесі тіл. Дәм сезу мүшесі тіл арқылы адам ауыз қуысына түскен тағамның дәмін анықтайды. Келесі топқа біз иіс сезу мүшесіне эксперимент зерттеу жасаймыз. Ал екінші топқа біз иіс сезу көздері жұмып, не істейді? Иіс сезуге заттарды беремін, иә? Ал Нұрасыл, жоқ, тілімізбен жаламаймыз, иіскеп көрейік, кәне? Кофе. Иіс сезу мүшеміз өте тамаша екен, Нұрасыл. Кофе дейді, дұрыс па? Су екенін қайдан білдің? Иісі жоқ қой. Иісі жоқ па? Мүмкін ішінде ештеңе жоқ шығар. Жақсы, Айша. Ненің иісін? Ненің иісі екен? Порошоктың иісі дейді. Жақсы. Келесі. Асқар. Иіскеп көрейік, кәне? Антисептик. Дұрыс айтасың. Бұл бізде антисептиктің иісі, иә? Яғни қандай екенін қазір бізге айтып түсіндіріп бересің. Мейіржан. Сұйық сабын. Дұрыс айтты. Ал балалар, енді иіс сезу мүшесі қандай қызмет атқарады екен? Не білдік? Асқар. Иіс сезу мүшесі мұрын. Мұрын арқылы адам иісті сезеді. Мысалы, тағамның иісінен оның сапасын біледі. Сондай-ақ иіскеу арқылы ауадағы зиянды газдардан сақтана алады. Тамаша, өте тамаша жауап болды. Келесі үшінші тобымыз сипап сезу арқылы қолдарымен қандай зат екенін, заттың пішіні қандай екенін қолмен сипап табу қажет, иә? Қолдарымызға ұстайық алдымыздағы заттарды, кәне? Үшбұрыш. Дауыстап. Үшбұрыш. Үшбұрыш, яғни тағдайын қалай айтамыз? Пирамида. Пирамида, дұрыс айтасың. Келесі, Ерсанат. Доп дейді. Пішіні қандай? Дөңгелек дейді. Жақсы. Мұса. Жіп. Жіп дейді. Қандай сипаттама бересің? Қатты ма? Жоқ, жұмсақ. Жұмсақ. Жақсы. Тамаша. Бекнұр. Тік төртбұрыш. Тік төртбұрыш дейді. Тамаша. Ал келесі Арлан. Арлан. Қандай фигура көріп тұрмыз? Қандай пішін көріп тұрмыз? Сипап сезу арқылы. Қандай пішін көріп? Тік төртбұрыш па? Жақсы. Ал көзімізді аша қояйық. Бұл бізде, Арлан, қандай? Үш бұрыш болды, е? Қолымызбенен сипап сезу мүшеміз кішкене әлсіздеу болып тұр Арланда. Ал қалғандарымыз дұрыс таптық па? Тамаша, дұрыс таптық. Ал бұны біз қандай мүшеміз арқылы
таптық. Қол. Аха. Сипап. Қол арқылы сипап, Сезіп таптық. сезу арқылы таптық. Ал сипап сезу дегеніміз не екен кәне? Кім айта алады? Мұса? Сипап сезім мүшесі арқылы заттың пішінін қатты, жұмсақ, тегіс, бұдырлы, жылы, суық екенін анықтайды. Дұрыс айтасың. Егер де біз ыстық суға, ыстық затқа қолымызды тегізсек, біз сезе аламыз ба? Не істейміз? Қолымызды тартып аламыз. Яғни біздің қолымыздағы рецепторлар арқылы не істейді екенбіз? Сезе алады екенбіз, иә? Жақсы, тамаша. Ал балалар, бүгін сабағымызды қорытындылай келе, сендерге тапсырма беремін. Қорытынды тапсырмаға назар аударайық, иә? Аха. Бірінші бізде жүйке жүйесі дегеніміз не дейді? Ал, жылдамдатып. Жүйке жүйесі дегеніміз не? Айта ғой. Жүйке жүйесі деген барлық мүшелер мен ағзаларды байланыстырып түсіріп, ақпарат алмасуды қамтамасыз ететін жүйе. Жақсы. Келесі сұрақ балалар. Жүйке жүйесі болмаса, адам қалай әрекет етер еді? Ал Мұса, тұра ғой. Адам өмір сүре алмайды және қоршаған ортаға жауап бере алмайды. Тамаша, дұрыс айтасыңдар. Келесі сұрағымыз. Ақпарат алдымен қайда барады? Миға ма, әлде жұлынға ма? Жақсы, Ясин айта ғой. Ақпарат түріне байланысты рефлекстік сигналдар, мысалы қолды күйгенде шегіну, алдымен жұлынға келеді. Жұлын дереу рефлексті әрекетті басқарады, сосын миға жіберіледі. Сезімдік ақпарат көзбен көру, тілмен дәм сезу, тері арқылы сипау. Алдымен миға барады, орында өңделіп, түсінікке айналады. Рефлекс жұлынға, сезім миға. Тамаша. Яғни біз қатты ыстық затқа қолымызды тигізе аламыз ба? Жоқ. Онда бірінші не жұмыс жасайды екен? Я, автоматты түрде біз не істейміз? Тартып аламыз, я? Олай болса, бірінші ақпарат қайда барады екен? Бірінші ақпарат қайда барады екен? Жұлынға барады, сосын барып миға барады. Негізінде ақпарат бірінші жүйкелерге, жүйкелерден жұлынға, жұлыннан сосын миға барады, иә? Мидан біздің кері байланыс жасауымыз үшін мидан жұлынға, жұлыннан қайда? Жүйкелерге, жүйкелерден біз сол кері байланысты жасауымыз керек екен, иә? Жақсы, тамаша. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, бүгінгі сабақты түсіндік па? Олай болса, рефлексия менен біз өзімізді түсінгенімізді бағалап кетейік. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Енді сабақтан барлығын түсінсек, жасыл асықты басамыз. Ал егерде сұрақ болса, сары асықты. Ештеңе түсінбесе, қызыл асықты басамыз. Бұлар осымен сабағымыз аяқталды. Ал енді балалар мына жаққа келіп, бірінші, ал топ-топпен келе қалыңдар, бірінші топ келіңдер. Мына жерде мен жаңа басып қойдым. Ал Санжар түсінікті деді. Нұрмұрат түсінікті. Арман түсінікті дейді. Айзиз түсінікті. Асқар түсінікті дейді. Келіңдер, Арман. Мен сабақта жүйкелер туралы көп нәрсе білдім. Тамаша. Ал балалар,
бүгінгі сабағымызда асық бағалауы арқылы бағалаймыз, иә. Бүгінгі топта, бірінші топта Нұрмұрат 10 ұпай, Санжар 10 ұпай, және де Азиз өте белсене қатысты, иә. Азиз 9 ұпай, Арман 9 ұпай. Екінші топта Санжар, Асқар 10 ұпай, Мейіржан 8 ұпай. Үшінші топтан Ясина 10 ұпай, Мұса 9 ұпай, және де Арман 7 ұпай. Ал барлығымыз өте тамаша белсене қатыстық. Рахмет. Сабақта жақсы баға алуларыңа тілектеспін. Қорытындылай келе, бүгін жүйке жүйесінің қызметімен таныстық, иә. Жүйке жүйесінің сезім рецепторларымен таныстық. Көру және де сипап сезу, тағы да иіс сезу мүшесімен таныстық, иә. Адам ағзасында 5 сезім мүшесі бар екенмен таныстық. Ал балалар, олай болса, үйге тапсырма жүйке жүйесінің моделін жасап келеміз. Ал бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, барлықтарыңызға рахмет, сау, саламатта болыңыздар.